Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Кедей шаруа жастары мектебінен бастау алған нөмірі 13 Нұркен Әбдіров атындағы жалпы білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекеме мектебінің тарихы мен қызмет атқарған ұстаздар туралы Кеңес өкіметі орнағаннан кейінгі партия мен үкіметтің қолға алған маңызды шаруаларының бірі жаппай халықты сауаттандыру. Оның ішінде жас ұрпаққа дер кезінде білім беру мәселесі болды. Осы бағдарламаға сәйкес, сол кездегі Берікқара ауданына қарасты Ақтерек, Қарақуыс, Түнқатар, Ақкісі елді мекендері халқының балаларын оқыту үшін Жарлы бойындағы, қазіргі Саржайлау қыстағы тұрған жерден 1929 жылы Кедей шаруа жастар мектебі ашылды. Мектеп үйінің құрылысы Смет Сембаев деген азаматтың басшылығымен 1928 жылы басталып, 1929 жылы салынып бітіп, алғашқы шәкірттерін қабылдай бастаған. Қазақ АСР халқомы бекіткен Кедей шаруа жастар мектебі ережесіне сәйкес, бұл мектепке 4-ші класты бітірген ересек балалар тартылған. Мектеппен бірге интернат үйі де ашылып, оның қарамағында 5 ат, 4 өгіз, 50-ден астам сиыры болып пайдаланылған. Мектепке Ақтерек балалар үйінің тәрбиеленушілері, Ботағарадан 18 орыс баласы және сол маңайдағы елді мекендегі балалар тартылған. Алғашқы шәкірттердің арасында кейінде елге танымал болған тұлғалар партия, мемлекет және ғылым қайраткері Нұрымбек Жанділдин және Ақтоғай Ұлытау аудандары, Жезқазған қаласының құрметті азаматы Қалкен Мәкенбаев, Айтбай Ділдәбеков, Елубай Нұрмағамбетов сияқты балалар болған. Мектептің алғашқы директоры болып Уралдан келген Фляк Рафаэль Антонович тағайындалған. Мұғалімдерінің қатарында Ақжанов Сәттар, Сқақов Ахмедия, Смайылов Қашкен, Нұржанов Дәуренбек, Құрманбаев Әзімбек, Кәдірбаев Смағұл сияқты азаматтар болған. 1931-1932 оқу жылында орталау мектепке айналып, 1939 жылы алғашқы түлектерін шығарған. Олардың арасында кейіннен Ленин орденімен марапатталған ұстаз Молдақашева Ырысбалада болды.
кездердің өзінде Кәдірбаев Смағұл, Медеубаев Абзалбек, Бекбергенов Сламбек, Смайылов Қашкен, Сыздықов Жағыпар, Сәбитов Мұхамеджан сияқты білікті, білімді, жауапкершіліктері мол, ең бастысы жалықпай ізденгіш ұстаздардың арқасында мектептің оқу материалдық базасы жабдықталып, білім мен тәрбие берудің негізі қалана бастады. Өңірдегі Көктал, Ұзынжал, Жаңаталап, Қызылжар, Жаңатоған, Кеңестас, Совет, Ұзынбұлақ елді мекендерінің балалары тартылды. Аудан бойынша ауылды жерлердегі елді мекендерінің тірек мектептерінің бірі ретінде оның материалдық базасын нығайтуға, оқу көрнектіліктерін жаңалауға көп көңіл бөлінді. Қазіргі ауыл орталығы орналасқан жерден 1936 жылы мектеп және интернат үйлері салынып, соған көшірілді. Сол кездің өлшеміне сәйкес оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен жүргізудің тиімді әдіс тәсілдері енгізіліп, жүзеге асырыла бастаған. Бір өкініштісі, сол уақытта мектеп басшылары мен мұғалімдер жиі ауысатын. Соның салдарынан 1929-1945 жылдар аралығында мектептің 10 директор ауысқан. Бұл әрине кейбір басталған оң шаруалардың аяғына дейін жетпеуіне, дұрыс нәтиженің болмауына әсер етпей қойған жоқ. Соған қарамастан Кәдірбаева Нағима, Медеубаев Абзалбек, Изақова Мәкіш, Молдақашева Ырысбала сияқты ұстаздар білім мен тәрбие беруде кәсіби шеберліктері шыңдалып, жақсы нәтижелерге қол жеткізе бастады. Оған дәлел Медеубаев Абзалбектің аудан мұғалімдерінің алдыңғы легінде 1945 жылы Қазақ ССР-на еңбегі сіңген мұғалімі құрметті атағына ие болуы. Сол қиын кезеңдегі тапшылық пен жоқшылық, ашаршылық, саяси қуғын-сүргін және арнайы білімді кадр тапшылығы кезінде шаңырақ көтеріп, білім мен тәрбие берудің жақсы дәстүрлерін қалыптастыра білген білім ордасы халық пен мемлекет алдындағы міндетін абыроймен атқарып келеді. Жылдар өте келе оқушылар саны көбейіп, мұғалімдер қатары сандық жағынан сапалық тұрғыдан да артты.
Заман талабына сай мектеп статусы да жаңғырып отырды. 1960 жылы 8 жылдық мектеп болса, 1966 жылдан орта білім беретін мекемеге айналды. Мектеп 1968 жылдан бері өзінің түлектеріне орта мектепті бітіргендігі туралы аттестат беріп шығарып келеді. Оқушылар контингентінің өсуіне байланысты ауыл мектептерінің арасында ауданда бірінші болып 1975 жылы мектеп типтік жобада салынған 464 оқушыға арналған жаңа ғимаратқа көшірілді. Өткен ғасырдың 60 жылдарынан бері қарай білім ордасының дәуірлеу кезеңі басталады. Педагогикалық ұжым арнайы жоғары білімі бар жастармен толықтырылып, тың серпіліс пайда болып, шығармашылық ахуал қалыптасты. Білім беру мен тәрбие саласындағы оңды жаңалықтар батыл енгізіле бастады. Әсіресе мектепті 18 жыл басқарған Жолдасбаев Зинатулла марқұмның кезінде педагогикалық ұжымның шығармашылық мүмкіндігі кеңінен ашылған кезең болды. Оқушыларды адамгершілікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелей отырып, оқыту үрдісі қолға алынды. Сол кездегі пионер, комсомол қоғамдық ұйымдардың жұмысы жолға қойылып, беделі артты. Мектеп ұжымы жергілікті партия, совет ұйымы, совхоз әкімшілігі және ата-аналармен тығыз байланыста болып, ынтымақтастық жағдай қалыптасты. Совхоздың бас және орта буын мамандары мектептің тәрбиелік шараларына белсене қатысты. Оқушылардан еңбек бригадалары құрылып, шаруашылықтың жазғы маусымдық жұмыстарын атқарысты. Бұл жұмыстарды ұйымдастыруда мектеп мұғалімдері Мұстағұлов Көкенай, Әуесханов Шоқатай, Наурызбаев Бейсенбек, Әбділин Кеңесбек, Айнабаев Қабыл мұғалімдердің еңбектері айтарлық. Мектепте аудан көлемінде алғашқы болып ер балалар үшін механизатор кадрларын дайындайтын сабақ ұйымдастырылды. Оның мұғалімі марқұм Садырбаев Амантайдың басшылығымен бағдарлама жасалып, арнайы оқу кабинеті жабдықталды. Ұстаздың озық тәжірибесі облыс мектептеріне таратылып, өзі мұғалімдердің бірінші съезіне қатысу құрметіне ие болды. Оқушылардың қоғамдық белсенділігін арттыруда мектеп пионер дружинасының ұйымдастырушылық жұмыстары жақсы нәтиже берді. Мұнда мектеп түлегі Тауықбаева Бәтіштің еңбегі ерекше болды. Ол аудан аға вожатыйларының арасында бірінші болып Қазақ ССР-ның білім беру ісінің үздігі төс белгісіне ие болып марапатталған ұстаз. Мектепте әр кезде негізгі пәндерден оқушылардың білім сапалысын көтеруге ұйытқы болған ұстаздар қазақ тілінен Елубаева Қапиза, Тауықбаева Бәтіш, Есенжолова Айтжамал, орыс тілінен Сарлыбаева Күлімжан, Құлбақова Флюра, Хасенова Шекер, Қошқова Үмітжан, бастауыш сыныптардан Шафикова Хабиба, Әлиева Бәтен, Түсіпбаева Бақыт, Байтұрымова Бәтіш, Баймаханова Айтбану, Баймұқанова Қымбат, Мәшкеева Шәрбәт, Бақтиярова Айгүл, Ибраева Бибігүл, математикадан Еспаева Манзура, Әбдуова Биғайын,
Исмақова Нұртай, Какенов Жамбыл, биологиядан Исатаева Марияш, Женқұлов Қымбат, химиядан Медеубаев Аманбек, Чкенова Рая, тарихтан Жолдасбаев Зинатулла, Жұманбаев Азамбай, Төлеуов Ерғазы, Қашқынбекова Шолпан, Оспанова Харғаш, физикадан Садырбаев Амантай, Айнабаев Қабыл, Аяухан Бекболат, географиядан Мұхамедин Егінтай, Байділдінова Ыршан, Шарипова Қарлыға, информатикадан Баймағамбетова Дианалардың еңбектері мектеп тарихынан айрықша орын алары сөзсіз. Мектеп мұғалімдерінің озық іс тәжірибесін зерттеп үйренуге байланысты коллективтік оқыту әдісі тақырыбында қазақ тілі мұғалімдерінің өндірістік оқыту кабинеті арқылы ауыл шаруашылығына механизатор кадрлер дайындау тақырыбында өндірістік оқу шеберлерінің облыстық және басқа пәндер бойынша көптеген аудандық семинарлар өткізілді. Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Тауықбаева Бәтіштің авторлығымен дайындалған қазақ тілін оқытуға арналған тірек сигналдары дидактикалық материалдары республика мектептеріне таратылса, орыс тілі мұғалімі Құлбақова Флюра республикалық дәстүрлі емес сабақтар байқауына қатысып, әдіскер мұғалім атағына ие болды. Қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Есенжолова Айтжамал Абайдың 150 жылдығына орай ұлы ойшылдың шығармаларынан ұйымдастырылған республикалық байқаудың 2-ші жүлдесін алды. Женқұлов Қымбат облыс әкімінің ауылдың үздік пән мұғалімі 2009, республикалық үздік педагог 2012 байқауларының жеңімпазы атанса, Нұрмағамбет Жібек Ыбырай Алтынсариннің қалдырған ізі мәңгілік өшпес 6-шы көшбасшы педагог ұлттық премиясының жеңімпазы атанды.
Мектеп ашылғаннан бері жұмыс істеген Аралбаев Қоқымбай, Жолдасбаев Зинатулла, Наурызбаев Тұрсын КСРО халыққа білім беру ісінің үздігі, 26 ұстаз Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі төсбелгісіне ие болса, 2 мұғалім әдіскер ұстаз атанған еді. Кейінгі жылдарда Жаманқұлов Жәнібек, Төлеуов Ерғазы, Баймаханова Рыскелді, Муслимова Жадыра Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен, Жиенқұлов Қымбат Ыбырай Алтынсарин үздік педагог 2012 төсбелгілерімен, ал Борханова Мейрамгүл Қарағанды облысының білім саласына еңбегі сіңген қызметкері төсбелгілерімен марапатталды. 1991 жылдан бері ұйымдастырылып жүрген дәстүрлі жыл мұғалімі аудандық байқауынан 3 мұғалім, Баймаханова Айтпану, Нұрмағамбет Жібек, Құсайын Әсет бас жүлдеге ие болса, 4 мұғалім Мәлік Қайролла, Әбділдин Жасұлан, Ысқақова Тұрсынай, Кәкенова Жанар 1-ші орын, 3 мұғалім Сымақова Нұртай, Баймұқанова Қымбат, Қошқова Үмітжан жүлдегерлер атанды. Бастауыш сынып мұғалімі Баймаханова Айтпану облыстық жыл мұғалімі 96 байқауының 2-ші жүлдесіне ие болды. Кейінгі оқу жылдарында Борханова Мейрамгүл аудан әкімінің үздік ұстаз байқауының шығармашыл ұстаз номинациясының иегері болса, Аяухан Бекболат аудан әкімінің үздік ұстаз байқауының жаңашыл ұстаз номинациясының иегері. Ал Алдашева Меруерт аудан әкімінің үздік ұстаз байқауының талантты тәрбиеші номинациясының иегері болса, Нұрмағамбет Жібек аудандық жыл сынып жетекшісі байқауының бас жүлдесін, аудан әкімінің үздік ұстаз байқауының үздік бастауыш сынып мұғалімінің иегері номинациясын, Рыспаева Мейрамгүл аудан әкімінің үздік ұстаз байқауының 3-ші орын иегері, Муслимова Жадыра аудан әкімінің үздік ұстаз байқауының тәлімгер ұстаз номинациясының иегері, Қоғайбаева Алтын аудан әкімінің үздік ұстаз байқауының талантты тәрбиеші номинациясының иегерлері атанды. Орта мектепті 1968 жылдан осы уақытқа дейін 2000-нан астам түлек бітіріп шықса, оның 680-і жоғарғы оқу орнын, 515-і арнаулы орта білім беретін оқу орындарын бітірген. Орта мектепті бітірген түлектердің 315-і мұғалім, 299-і ауыл шаруашылығында, 108-і денсаулық сақтау, 75-і мемлекеттік қызмет, 68-і құқық қорғау, 457-і есеп қисап, 9-і журналистика, 27-і ғылым, 43-і бизнес саласында еңбек етеді. Мектеп түлектерінің арасынан Қазақ ССР ғылым академиясының аймақтық патология институтының 1952-1984 жылдардағы директоры, медицина ғылымдарының докторы Атшабаров Бақия, экономика ғылымдарының докторы Дайырбеков Жансұлтан, педагогика ғылымдарының докторы, қазақ тілі маманы, халықаралық шартқа сәйкес ақш-та 2 жыл педагогикалық жұмыспен шұғылданған Қадашева Қарлығаш, тарих ғылымдарының докторы, Абай атындағы педагогикалық
университетінің оқытушысы Төлекова Мереке, сонымен бірге 7 экономика, 5 химия, 6 филология, 4 педагогика және 3-тен медицина, тарих, география ғылымдарының кандидаттары шыққан. Мектеп ашылған күннен бастап оның жанында интернат жұмыс істеген. Ол соғыс басталған жылы жабылып, 1964 жылы қайта ашылған. Оның меңгерушісі болып Баймаханов Иманбек 1964-1977 жылдары, Кешубаева Бақытай 1977 жылдан 1980 жылдар аралығында, Қишыбаев Тілеуғабыл 1980-1981 жылдарында, Төлеуов Ерғазы 1981-1986 жылдары, Мұхамедин Егінтай 1986-1995 жылдар аралығында және Темірбаева Шамшияр 1995-1997 жылдары жұмыс істеген. Мектеп маңайындағы елді мекендерден малшы қыстақтарынан келіп оқитын балалардың көбеюіне байланысты 1980 жылы типтік жобадағы 120 балалық интернат үйі салынып пайдалануға берілді. Ол кездерде мектепте 790-ға дейін бала оқыса, оның 100-ден астамы интернатта жатып оқитын. 1989 жылғы мектеп жанындағы интернаттардың социалистік жарыс қорытындысы бойынша біздің интернат КСРО халыққа білім беру мемлекеттік комитетінің дипломымен марапатталды. Мұндай интернат сол кездегі облыс көлеміндегі совхоздарда 2-ақ жерде болған еді. Өкінішке қарай қаржы үнемдеудегі оңтайландыру саясатының салдарынан интернат 2007 жылы жабылды. Бірақ интернат үйі осы күнге дейін сақталып, оқушыларды еңбекке, спортқа баулу орталығына айналған. Интернат үйінің 2-ші қабатынан 2010 жылы жаңа үлгідегі мектеп жанындағы шағын орталық ашылды. Онда қазіргі уақытта 40 тәрбиеленуші тәрбие алуда.
бірі 13 Нұркен атындағы орта мектеп жанынан ұйымдастырылған тарихи өлкетану мұражайы 1995 жылы Екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 50 жылдығына орай мектепте ашылған болатын. Оның ашылуына мұрындық болған сол кездегі мектеп директоры Жаманқұлов Жәнібек Жарұлы мен тарих пәнінің мұғалімі Төлеуов Ерғазы Қадашұлы еді. Жалпы жәдігерлер саны 1500, оның 379-ы түпнұсқалық, 994-ті қосымша қор және де алғашқыда ұлы жеңістің 50 жылдығына орай жерлесіміз Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіровке арналып ашылған мұражай кейін ауыл, мектеп тарихына қатысты құжаттармен, фотосуреттермен, қазақ халқының тұрмыстық және қолөнер бұйымдарымен жабдықталған киіз үй жиһаздарымен толықтырылған. Алаш белді мүшесі Жақып Ақбаевтың 1844-1847 жылдарда ағартушылық қызмет атқарған Сағитұлы салық туралы құнды деректерді, Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің хатшысы Шахшин, Қазақ ССР-ның ауыл шаруашылығына еңбек сіңірген қызметкері Іңкәрбек Шаяхметовтың түрлі мемлекеттік наградаларының түпнұсқалары жинақталған. 1878-1916 жылдардағы Берікқара болысының басшылық құрамы, ауыл маңындағы археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған қола дәуіріне жататын қыш ыдыстар, жебенің ұштары, тас еңбек құралдарын көруге де болады. Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіров өмірі мен ерлігіне қатысты құжаттар, ұлы туралы ана естелігі, Нұркеннің майданнан жазған хаттары, киген көйлегі, Нұркеннің ерлігіне арналған «Впике бессмертия» деректі фильмінің таспаларда сақталған. Көрнекті тұлға Қазақстан ұлттық ғылым академиясының мүше корреспонденті, геология минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Фараби танушы, әрі дін танушы Ақжан Жақсыбекұлы Машанов өміріне, қызметіне қатысты құнды бұйымдар жинақталған. Ұлы отан соғыс кезінде 1941 жылғы фотосуреттерінің түпнұсқасы, Қызыл жұлдыз орденінің егерлері, тағыда басқа ардагерлердің фотосуреттері, наградалары, партия, әскери билеттерінің түпнұсқалары жинақталған. Майдан жылдары түскен жауынгерлер фотосуреттері, майданнан жазған хаттар түпнұсқа күйінде сақталған. Ауылымыздан шыққан ғалымдар, мектеп түлектері, медицина ғылымның докторы, академик Бақия Атшабаров, экономика ғылымдарының докторы Жансұлтан Дайырбеков, педагогика ғылымдарының докторы Қарлығаш Қадашева, тарих ғылымдарының докторы Мереке Төлековалардың фотосуреттері, тағыда басқа ғылым докторлары мен ғылым кандидаттарының фотосуреттері мен ғылыми жұмыстары жинақталған. Мұражайдың этнографиялық бөліміндегі көз тартарлар құнды дүние қазақтың киіз үйі. Киіз үй мұражай бөлмесінің төрінде барлық жиһазымен сән беріп тұр. Ағаш керует, асадал, ұстаның көрігі, кісе, 19 ғасырдан қалған құнды жәдігер ағаш ет табақ, қыс тасты ұршық, күміспен қапталған түймелер және білезік, тіс шұқығыш тағы да басқалары. Мектеп мұғалімдері, оқушылар мен ауыл тұрғындары арасында қолданыстан шығып қалған көне бұйымдарды сақтау, жинау мақсатында жылына бір рет көненің көзі тақырыбында көрме, акция ұйымдастырылып отырылады. Биылғы 2021-2022 оқу жылында 46 педагогикалық қызметкерлер жұмыс атқарады. Оның ішінде жоғарғы білімдісі 34,
орта арнаулы 10, сапалық құрамы жағынан педагог зерттеуші 3 мұғалім, жоғарғысы 4 мұғалім, педагог сарапшы 8 мұғалім, бірінші санатта 7, педагог модератор 4, екінші санат 6, санатсыз 13 мұғалім. Сонымен қатар биылғы оқу жылында жаңадан әлеуметтік педагог және дефектолог мамандықтары ашылды. Осы оқу жылында 19 білім алушы, 19 тәрбиеленушілер мектеп алды даярлық тобында, шағын орталықта 40 тәрбиеленуші оқу жылын штаттық режимде оқып және тәрбиеленуде. Бірінші сыныпқа барлығы 22 білім алушы цифрлық мемлекеттік қызмет көрсету порталымен қабылданды. 12 класс комплектісі бар. Мектепте білім алушылар үшін жаңа үлгідегі робототехника, физика, химия, биология кабинеттері бар. Жаңартылған білім беру жүйесі бойынша бір компьютерлік, бір мультимедиалық кабинеттер жұмыс жасап тұр. Интернет барлық кабинеттерге тартылған. Мектептің 92 жылдық тарихы, онда еңбек еткен ұстаздар, түлектері туралы деректер мектеп жанындағы тарихи өлкетану мұражайында жинақталып орналасқан. Мектеп ұжымының өзгеруі, дамуы, оның ұстаздары мен шәкірттерінің жетістіктері де орын алған. Сонымен бірге, онда жер, ел тарихы, одан шыққан әр салада халық үшін еңбек еткен қоғам, мәдениет, өнер қайраткерлері туралы да мұрағаттық құжаттар, цифрлар мен фактілер бар. Қандай дәуірде, қоғамда болмасын, адамзатты алаңдататын мәселе ол ұрпақ тәрбиесі және оның келешегі. Бүгінгі таңда ұрпаққа тәрбие мен білім беру күн тәртібінде ерекше тұрған мәселе. Себебі қазіргі жаһандану заманында халықтар арасындағы бәсекелестік қай саладан болмасын қабындап тұрған кезең. Осы тұрғыдан алғанда мектеп, оның педагогикалық ұжымы жас ұрпаққа білім мен тәрбие берудегі жақсы дәстүрді жалғастыра отырып, ел сенімін ақтауды мақсат етеді. Қысқаша бейне баян жазуға ардагер ұстазымыз Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Жаманқұлов Жәнібек Жарұлының басшылығымен жазылған мәртебесі биік тым естелік материалдары пайдаланылды. Сонымен қоса, мектепте қызмет атқарып кеткен мұғалімдердің фотодеректерін, аты жөнін анықтауға атсалысқан мектеп мұғалімдері Аралбаева, Майдаш, Сламбек, Құралбек мұғалімдерге мектеп әкімшілік атынан алғыс айтамыз.
естеліктерді оқыған мектеп директорының тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасары Муслимова Жадыра Жолжақсықызы және бейне баянды жасаған мектеп директоры Жиенқұлов Қымбат Құдайбергенұлы.